Мен қазір плед букет тоқып жатырмын. Осындай Ализе Cotton Gold'тан тоқып жатырмын. Осыдан 3 штугы осын тоқуға кетті. 3 жіп. Бұл 40 сантиметр болды. 40 сантиметр тоқуға менде 3 жіп кетті. Осы Ализе Cotton Gold'тан. Осындай болды. Тағы да 2 жіпті қосып тоқиым. 50 сантиметрден асу керек. Кішкентай көрініп тұр, бірақ та біраз уақытым кетті. Содан соң көк жіп пен жапырақтарын, гүлдерін тоқитын боламын. Жарты жұмысы аяқталды десем де болады. Пледтің осындай ақ бөлігін аяқтап қалдым. Құдым қазір 50 сантиметрден асып тұр. Менде кішкентай ғана жіп қалды. Осымен 2 қатарын тоқып болған соң, өте үлкен болып тұр. 1-2 қатарын тоқып болған соң, ақ жіп аяқталады. Содан соң жапырағын тоқиым, содан соң гүлін тоқиым. Аяқталып қалды. Бір шамамен 4-5 сағаттық жұмыс қалды. Өте кең, кәдімгідей үстіңді жапсаң, үстіңді жабатындай болып тұр. Гүлі, жапырақтары біткен кезде вообще әдем болады. Жіп болған соң, өте жылы, қолға да әдемі тиеді. Енді жапырағын тоқылған кезде көрсететін боламын. Әдем болып тұр. Пледті осылай тоқыдым, өте үлкен. Мысалы үшін диванда осылай тұр. Тағы да бір 4 жіп қосатын болса, мына диванды толықтай жабады деп ойлаймын. Менде бірақ ыңғайсыз жағдай болып тұр. Шеттерін жасыл жіппен тоқыған болатынмын. Ярнарс джинс жібінің бір мотогы жетпей қалды. Мына жерге келген кезде жібім бітіп қалды. Сөгіп тоқуға қимай тұрмын. Мысал үшін, мына жердің өзіне 2-3 сағаттай уақыт кетті. Сөгіп қайтадан тоқу маған қиындау болып тұр. Негізі осы қатарды тоқымасам, маған толықтай жететін еді. Мен әдемі болады деп осы қатарды тоқыған болатынмын. Енді жіпке тапсырыс беру керек. Бізде бұл жіпті сатпайды, сондықтан мен ол жіпті 1-2 күн күтіп қалатын сияқтымын. Егер де осыған ұқсас түстер болса, көру керек базарда. Дүйсенбі күнге дейін маған келетін болса, бітіре алады екенмін. Маймыз. Жақсылыққа. Тек 2 жер, не деп айтсам болады. Кішкентай бұғана бөлігіне жетпей қалды. Сөгуге жалко. Мен кеше жіпке тапсырыс берген болатынмын. Бүгін тағы да тапсырыс беру керек. Бірақ оңаймаймыз. Жіпке тапсырыс бердім. Сол жеткен соң көк бөлігін толық аяқтадым. Және де гүлдерді тоқуға кірістім. Қызыл жіптен тоқыдым. Бұл гүлдер қоңырау гүл десем болатын шығар. Осындай әдемі, нәтижесінде осындай әдемі букет плед шықты. Осындай әдемі гүл болып тұрады. Содан соң осындай пледке айналады. Диванның үстіне қойып қоюға болады. Кәдімгідей бір адамға толықтай жетеді. Қалай шыққан өз бағаларыңызды бере кетіңіздер. Лайк, комментария жаза кетіңіздер.